Шұбар тауық. Ертегі. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың шұбар тауығы болыпты. Бір күні тауық жай емес алтын жұмыртқа тауыпты. Шал мен кемпір қуаныпты. Шал: кемпір, жұмыртқаны жарып көрсек қайтеді? Мүмкін ішінде гауһартас бар шығар. Шал жұмыртқаны қасықпен ұрып сындыра алмапты. Кемпір: әкелші, мен жарып көрейін, деді. Кемпір де жұмыртқаны ұрып сындыра алмапты. Тарсылды естіген тышқан іннен шығып, үстелдің үстімен жүгіріп бара жатып, жұмыртқаны құйрығымен қағып кетеді. Жұмыртқа еденге түсіп, жарылып қалады. Шал мен кемпір жылайды. Шұбар тауық: ата, әже, жыламаңыздар. Мен сендерге алтын емес, жай ғана жұмыртқа тауып беремін. Көп кешікпей, тауық бір себет ірі де тәтті жұмыртқа тауып береді. Осылайша олар бақытты өмір сүре береді.